десеңіз бола береді. Бірақ айттың бірінші күні ешқашан ораза ұстауға болмайды. Ары қарай адамның мойнында қарыз болса, бірінші қарызды берген дұрыс па, жоқ, 6 күн ұстаған дұрыс па? Бірінші қарызды берген дұрыс. Кейбір адамдар кейін ұстап аласың ғой, ештеңе етпейді, қарыз итак қарыз ғой деген сияқты уәжді айтады. Ажалың жетіп өліп кетіңші. Ажал жетіп өліп кетсе, сіз жауап бересіз бе сол адам оразасына? Сол үшін ардақтылар, ең дұрысы қарызды берген дұрыс, яғни ұстауған дұрыс. Кишечник жарылғанша тамақ ішуге бола ма дейді. Білмеймін енді, ондай адамды доктарға көрсету керек шығар. Дәрет жоқ кезде Құран тыңдауға бола ма? Болады. Тахаджуд намазын оқудың ең дұрыс жолын айтасыз ба? Тахаджуд намаз оқудың ең дұрыс жолы қай жағынан сұрап тұрсыз? Егер түнгі сағат 3-тен 1 бөлігінде таңға дейін оқи бересіз. 2 рекағаттан 8 рекағатқа дейін оқисыз. Ертең мен физикалық емтихан тапсыратын едім дейді. 3 километр, 100 километр туникка тартылу деген сияқты. Соған орай намерениен ауыз бекітпеуге бола ма дейді. Парыз болады ораза. Бірақ егер совсем сол күні ұстай алмай бұзып жіберетіндей қауіп болса, онда ниет етпейсіз. Енді қалай болады? Негізі ораза парыз болады, сіздің емтиханға қаралмайды. Сәресінің неше минутқа дейін жабу керек? 30 минут деп айтты. Жоқ ондай сөз. Таң намазы деген бар. Таң намазының азан айтқанша сәресін ішсеңіз болады. Сәресі таң намазды азан айтқан кезде аузыңыз жабылады. Енді ертерек бітіріп қойсаңыз тіпті жақсырақ. Намаз оқу кезінде есіне беремін. Бұл дұрыс па? Іште оқылған ұйқы қысып есіне беремін дейді. Ұйқы қыссам, ұйқымыз бәрімізді қысады. Мен де ұйқым кесіп есіне беремін. Ол басқа нәрсе. Ал өзінен өзі ұйқысыз күндіз болсын, түнде болсын есіне беру, ол басқа нәрсені білдіреді. 2 күн ораза ұстай алмай қалдым. 2 күн қарызым ба дейді. Әлбетте. Неге еркектердің азғындалып кеткенін айтпайсыз? Неге бүйтіп айтпайсың, неге сөйтіп айтпайсың? Сен айтпайсың ба? Сен айта бер. Мен не айту керек екенін өзім білем, айтып жатырмын. Айтылғанда оңдырмай айтып жатырмыз. Бұл бірінші жағдай. Екінші жағдайда айтайын дегенім, әйелдерде азғындалған жоқ па не? Әйелдер кеше не жат тасып атыр, наркотик тасып атыр. Тенгринисті оқыңыз. Басқасын айтпай қойын. Нұркезетті оқыңыз. Әйелдер болған жоқ па не? Ондай емес, адамның өзіне байланысты. Адам семьялар бұзып, біреудің байын тартып алып, біреумен қырылысып отқан жетісіп жүрсіздер ме? Ондай жоқ па не бізде? Олай айтпаңыз. Ол күнә, жаманшылық ұлға, қызға, еркекке, әйелге қарамайды. Сол үшін анан айтпайсың ба, мынаны айтпайсың ба деген сөзді ол жерде қажеті жоқ. Сөз есін табады. Сөзсіз есін табады. Келіншегім аузына байқамай көп шүкірсіздік жасап қояды. Ішкен жегенін ешқашан қиналмаған, бір рет қиналса, өмір бақи қорлық көріп қалатындай дей салады. Қит етсе ажырасам дейді. Кішкене әйел сондай. Құдай олар сондай қып жаратқан жан. Ол не только сенің әйелің. Бүкіл мирда, планета Земля деген бар. Сол планета Земля дегендегі әйелдердің көп солай бар. Әйел ол, Құдай сондай қып жаратқан. Сумочка жақсы көреді, сумочка бар болса, тағы сумочка алғысы келеді. Коучтың сумкасын алғысы келеді. Коучтікі болса, Майкл Корстың новый модель шығады, оны алғысы келеді. Соң Карл Лагерфельд деген бар, оны алғысы келеді. Содан кейін бар, тағы бір подушкасы бір пәлесі болса, тағы бір пәлесі алғысы келеді. Сондай өзі. Үйде біреу тұрса, екіншісін алғысы келеді. Құдай сондай. Мойнына бір нәрсе алғысы келеді, жылтырақ алғысы келеді. Құдай оны сондай қылып жаратқан. Ол әйел адам мен еркек адам салғыласпайды жан. Сіз сенікі дұрыс деп отыра бересің, болды. Әйелдің енді аузынан көп шықты. Ол тек қана біздің әйелдер ғана емес, бәрі әйелдер сөйтіп сөйлей береді. Өйткені бүйтуім керек, саған тиюім керек, жаңа Қайратқа тиюім керек еді, Қайрат директор болып кетті. Қайрат көзі май саған көрген, соры май саған тигенше вообще тимей байсыз қалым керек еді деген сияқты айта береді. Ол сондай ештеңе етпейді.
Тахаджуд намазы қандай себепте оқылады? Құдайды жақсы көрген себепте оқылады. Пендешілігін білгенде оқылады. Алланы жақсы көргенде оқылады, оқи беріңіз. Менің де әйелім сондай дейді. Әйелдердің бәрі сондай. Әйелдердің бәрі солай. Алла сондай қылып жаратқан. Қарақалпақстаннан сәлем, ораза қабыл болсын. Әумин. Егерде сәресіне тұрып, ауыз бекітуге үлгермесең, таңертең тұрғанда ниет етіп ораза ұстай беруге бола ма? Болады. Бірақ іштен кешпеңіз. Қарыз күндері 5-6 күн шәуел оразасын бірге ұстауға болады ма? Қандай дұға оқу бекіді керек? Қаза деп ұстасаңыз, шәуелді қаза деп ұстасаңыз, ниетіңізде қаза болса, онда қаза мойныңыздан түседі, шәуел автоматом соның ішіне кіреді. Өйткені екі нәрсе қатар келсе, қайсысы үлкен, соның үкімін бірінші жүретін болады. Қаза дейтін болсаңыз, қаза жоғары тұрғандығы үшін шәуел автоматом ішіне кіреді. Ассаламағалейкум, ата дейді. Ата-анамыз, ата тегіміз кезінде ассаламағалейкум дегенде баракат деп амандаспаған. Негізі оларда намаз оқыған. Сонда бұл ерекшелену әлде өзгелердің амандасу салт-дәстүрінің керегі неге дейді. Дұрыс, ассаламағалейкум деген сөз екеуі бір ғой. Енді бізді қазекең қысқартып қайырған, іште кетпейді. Айтпаса айтпай қойсыз, бірақ сізге жаманшылық деп жатқан жоқ қой. Өліп қалғырсы болу үшін номеріңді айтып жатқан жоқ ол. Ва рахматулла деген сөз саған рахметі болсын деп жатыр. Керек жоқ болса алмай-ақ қой. Ва баракат десе берекелді бол деп жатыр саған. Құдайдың берекесін саған тілеймін. Уәле, иә деп қой. Үндемесең үндемей қой, өтіп кетсең өтіп кете береді, болды. Бұл қинайтын, зорлайтын нәрсе емес қой. Саған жақсылық тілеп жатыр адам. Сен ұнатпай жатсың оған. Ол саған ақша бересің ба? Қарыз ақша берсе деп арабша сөз айтсаң болады. Кетше бер деп. Дұрыс па? Ол саған жақсылық тілеп жатқан адам ба сен? Мен салт, не ата-бабамыздың салты тек қана ол дұрыс айтасыз. Мен салт үшін қорғап, салт үшін жыртылатын қазақтың біреуіммен, дұрыс айтасыз. Сөзіңіздің жайы бар сіздің. Бірақ сол бейді ойлап көрші, саған не айтып жатыр? Саған өз тіліңді бұзып жатқан жоқ, қазақтың тілін таптап жатқан жоқ, сізге жақсылық тілеп жатыр. Какая разница қай тілде дейді саған? Да хоть орысша тілесін. Здравия желаю дейді армияға барғанда. Здоровья желаю деген сөз. Нет, маған қазақша керек деп отырмайсың ғой? Спасибо дейсің. Сол сияқты не? Аға, біздің тұрмыс құрғаныма 15 жыл болды. Шүкір 3 балам бар. Біз тек ЗАГСтен ғана өттік. Мешіттегі некеден өтпедік. Мешіттің некеден өту бола ма бұрын білмедік. Иә, өтіңіз. Қарыз ораза күндерін сағатын қалай білуге болады ауызашар кезінде. Сол бекіткен кезде ақшам намаздың кестесін қарайсыз болды. Ақшам намазда ауызаша бересіз. Еркек талақ берсе, қайта қосылуға болады ма? Қайта неке қиюға тұру керек па? Талақты қалай берді? Мәселе соған байланысты болады. Соған қалай сөз өрбейтін болады. Ұстаз, өзім, оразамын, ұлым бар, ажырасқам, әкем үйге сыйдырмайды, әбден шаршадым, күшім қалмағандай сезінем, барар жерім болмаған соң амалсызда жүрмін, көзімнен жас тоқтатар емеспін, дейді. Әкең сыйдырмаған себебі енді сені жаңағыңды болғаны дұрыс деп айтады. Енді болар болыпты, осы қыздың осы жазғаны енді ең бірінші қазақтың кез келген қызына сана болсын деп айтқым келеді. Бекерден бекер ажырасып, байым сөйлеп қойды, анау сөйлеп қойды, енем сөйлеп қойды деп тұра қашып, ала қашқандар, міне осы сияқты біреудің басындағы проблемадан адам өзіне тәлім жинаған жақсы болады. Біреудің ерікпесіне, психолог мәселенің сөзіне еріп, отбасыларыңызды бұзбаңыздар, ардақтылар. Ешқашан бәрі бірден тұрғызылмайды. Ата-аналарыңызда әбден қиыншылық көріп барып, семьяның бақытына жеткен. Сондықтан осыны қадірлеңіздер. Ал енді сізге айтарым қандасым, жаңылмасам, өміріңізге Құдай санай берсін, әкеңізді құрметтеңіз, барлығы уақытша нәрсе өтеді кетеді. Жылайтын болсаңыз, Құдайдан қорқып, Құдайға қарап жылаңыз, жақсы болады. Ит төбелестіру харам ба? Ит төбелестіру, мұшық төбелестіру, тасбақа төбелестіру, таракан төбелестіру, шыбын төбелестіру бәрі арам. Сен төбелестіру, бәріміз қарап отырсақ, қаржалаңдап, жақсы бола ма? Жақсы емес. Қарызы көптер пітір бермесе бола ма? Болады. Динара, некені қайта жаңартуға бола ма? Неге десеңіз, себебі бар. Себебі болса жаңарту болады, себепсіз жаңартылмайды.
Нәпіл ораза ұстаса, бір жыл ораза ұстағанмен тең болады. Иә, сіз қаза деп ұстайсыз, нәпілдің өзі кіріп кете береді соның ішіне. Аяғым ауыр екенін білдім, оразамды жалғастыра берсем бола ма? Ситуацияң қандай? Көтеріп жақсы кетіп жатса, ұстай бер ары қарай. Өз. Асқазан ауырып, ораза ұстай алмадым, қарызын қай уақытта ұстаймын ұстаз, жазылғаннан ұстайыңыз. Ауыз бекітуге 1 минут кешіксе бола ма? Енді 1 минут кешікпеңіз, кешіксеңіз ештеңе етпейтін шығар 1 минут. Ұлым ораза ұстап жүреді, тамақ ісіп ауырып қалды, бір күн ораза ұсталмай қалды, дәрі ішсе бола ма? Иә, енді қатты ауырып тұрса, ауруын асқындырып алмасын, кейін айттан кейін ұстайды. Системус антибиотика можно получить, проблем нету. И оно не прерывает ваш пост. Тісімді жасатсам бола ма оразада? Болады, бірақ жаңа бір машинамен жақсылап тазалабасын, қанын сілекейіңізді тазасын, басқасын жұттырмаңыз. Соны айтып қойыңыз, ескертіп, бола береді. Ол уколы оразаны бұзбайды. Көз тиюден қалай құтыламыз? Дұғасын оқисыз, ең негізгісі фалақ нас сөз көп оқып жүріңіз. Витамин система біткен соң, ауыз бекіткен соң оразаны бұзады. Әуәбин намазы туралы не айтыңыз? 7 жыл болды намазға келуге білмейді екенмін, бұл намаз туралы. Әуәбин деген көбірек жылап, көбірек тәубе қылатындығына намаз айтылады. Осыған жақсы, бірақ бұл жақсы, қарызы мойнынан белінен аспағандарға жақсы. Өзің қарыз бол, бір қарыздың үстіне қазып етіп, еще жыртыңдап жаңағы нені оқып жүрсең әуәбинді. Тілің 2 метр болса, әуәбинді оқыған жоқмай қайдан, елдің басын қатырмай, өзің дәуле көрсетпей. Мына адам нәпіл оқитындар құрметті, супер мұсылман болғысы келгенде сіздерге қатысты. Бір қайырлы жасақ қойыншы. Мына құлшылықтың ең жақсысы аузына ие болу. Құлшылықтың ең жақсы тақуалықтың патологы, көзін тыю. Құлшылықтың патологының мына нәпіл намаз оқудың басқа жақсылықтарының біреуі ашуын бағындыру. Осы ең ұлы қасиет болады. Сен тахаджуд оқы, одан кейін тағы түр-түрін оқы, әуәбиннің 1-ші, 2-ші сериясымен оқымаған десең, бірақ тілің 2 метр болса, айтқаның өсек өтірік болса, арамға келген кезде шариғаты бүйтіп қойшы деп отыра берсең, жаңағы тілің 2 метр болса, өсекті сапырғандай, су сапырғандай сапыратын болсаң, не пайда? Не пайда одан? Кафарат 60 күн, 60 күн ұстай алмасаңыз, онда 60 адамға тамақ бересіз. 60 адамға тамақ бересіңіз, бір адамды 60 кейіндіреді, тамақ бересіз. Ол болмаса кейіндіресіз, ол болмаса тәубе етесіз, Алла өзін кешір дейді. Қарай кете береді. Алла разы болсын дейді, машалла. Меккедемін дейді. Намаз оқып үйрену үшін дәретсіз оқып жаттап үйренсе болады ма дейді. Жоқ, дәретпен үйренсін. Сәл артықтау сөз ол. Ғұсыл алған соң дәрет алу міндет пе? Жоқ, міндет емес. Егер ғұсыл шартына өтіп қалса, Ханафи мазхабы бойынша дәрет бар болып есептелінеді. Бірақ қосымша дәрет алсаң, әлбетте жақсы. Тіке айтасыз қапына дейді. Сол ғой, өтірік айтып не керегі бар? Өтірік айтып жағынғанша, шыныңды айтып жалын деген қазақтың ұраны бар. Соны ұстану керек. Мына тақуа, типа тақуа, 17 рет Меккеге барғандар, тахаджуд намазды үзбейтіндер, 2 сөздің бірі субханалла, әлхамдулилля, астағфирулла деп айтатындар. Тағы не деп айтайын? Осы сияқты типтегілер, типа тақуалар. Соларға арналады бұл сөз. Әр сөз есін табады өзіне, есін кімге айтылып тұрған өзі біліп тұр өзі. Солар естиді ол сөзді бәрібір. Соларға тақуалығыңызды елге көрсетіп, мен 17 рет Меккеге барғам, осындайым деп, астағфирулла деп сөйткенің сол показателі, ана күнәда болмағаның сол болады. Кезінде үлкен ғұлама имам ағзамнан сұрағанда, тақуалық не деген кезде, сауап болған жерде сен болсаң, күнә деген жерде сен болмасаң, тақуалық сол деген екен. Сол мәселе сол. Кеше неге эфирге шықпадыңыз? Кешірім сұраймын, енді мен де адаммын, мен де пендемін, ауырып қалам. Бүгінде кішкене көзім ісіп, мазам болмай жатыр, бүйрегім ауырып. Сондықтан Алла шипа берсін, амандық берсін. Өзім қатты өкініште боламын, сіздерге кездесе алмай қалсам, Алла қуат берсін. Қазақша шықпа, жаным шықпа деп сөйтіп отырған жайымыз. Алла разы болсын. Жазған хабарларыңыздың бәрін оқыдым. Жаңағы сәресімнің бытшын шығардыңыз ғой, не қайда жүрсіз деп жазып жіберіпті біреу. Шықпайсыз ба ертең эфиріңізге деп. Солай.
Здравствуйте. В ранее сказали, детей можно снова киюга, смотря как прошел талак. Это в каких случаях? Если развод был по законам шариата. Закон шариата гласит, что если мужчина не давал трижды талака, то есть одновременно единожды, да, трижды, при каждом случае отдельно, если эти слова произнес, соответственно, никакие будет считаться бидатом, то есть это в исламе запрещено, а повторного никак здесь обратного хода нету. Это первое. Второе, есть время айда. Время ожидания, когда супруга, вернее, женщина не имеет выйти замуж права, да, это если после того, как она стала вдовой, либо получила свой развод, если не прошло определенно выделено шариатом времени. Относительно вдовы это считается 410 дней. У казахского народа в нашей традиции где-то это чистейший год. Это должно пройти, чтобы не было недоразумений. Точно так же касается, если женщина получила талак от своего мужа, не прошло 3 полных месячных цикла. Поэтому самое лучшее, вот эти установленные шариатом моменты все должны учесть. Тогда только идет вопрос повторного бракосочетания. Рахмет туғаларыңызға. Пікіріңізді білгім келеді, Астанада болсам келер едім, бірақ Алматыдамын. Не пікір? 5 минут кеш жаптым, боламын. Жабу деген сөзді былай түсініңіздер. Жабу деген сөз 2 вариантта болады. Біріншісі су ішіп жабу деген бар. Су ішіп жабу деген бар. Екіншісі бар, дұға қылу деген сөз. Так, егер сіз, мысалы, қазір мен көріп отырсыз, мен сізге қарап отырмын, сіз маған қарап отырсыз, мына телефонды қазір анау, кеше біреу нан бөлке нанға тіре қойып, нанға тіремеңіздер телефонды. Телефоныңызды қолыңмен ұстап, қолыңмен шашасаң, чайникке тіре, чайник қозғалып кетіп ыстық бола болатын болса, бутылкаға тіре, бутылка тоже қозғалып кете беретін болса, артына бүйтіп кеселерді қойып қой. Бірақ әйтеуір не керек? Нанға тіремеңіздер. Нан біздің басымызда Құдай берген бір нығмет деп айтайын. Бұл бір. Екіншісі, маған қарап отырыңыздар өткенде уақыт кетті ғой. 10 минут өтті, күліп отырып, қарап отырып, тыңдап отырып, есім алып, 10 минут өткізіппін. Ниет айтқан жоқпын ғой десеңіз, онда ниетін айтқан айта береді. Ниет қылдым, сауға, бүгіннен таңнан кешке дейін деп айтырсен бола береді. 1 сағаттан кейін айт, 1 сағаттан кейін айт, әйтеуір 5-ге дейін айтсаңыз бола береді. Біздің масқамыз бойынша, так. Су ішуге болмай, тура сол сияқты. Сіз ояндыңыз, кешігіп қалдыңыз. Қарасаңыз уақыт боп қойыпты. Так, су пу іштен кешпейсіз, ораза келеді. Просто айырмашылық қарның көбек ашады. Тамақ ішпегеніңіз бар, сол. Алла тағаладан сабырлық сұраса бола ма? Әлбетте болады. Күйеуін қол көтерсе, боқтаса, бағаламаса, шыдап керегі бар ма дейді. Қол көтерсе, надандыға. Бағаламаса, бақ қонбағаны. Қадірлемесе, құт қонбағаны. Ал бірақ семьяны бұзғандығың, бұл ақымақтығың болады. Ұрып жатса, тепкілеп көзін шығарып жатса, ел бар, жұрт бар, прокурор бар, милиция бар, жан шығаратын орган жеткілікті. Ал енді бағаламайды, ертеңгі добрый утро деп айтпайды, кофе әкелмейді, ақшаны көп бермейді, елдің байы сияқты ақша таппайды, надо ел уже бұндай бай дейсің, өкінішің алыс емес. Өкінішің алыс емес. Сондықтан әр нәрсе санаға қарап көріңіз. Мына жерде күйеуі жоқ кісілер отыр қазір. Біразының күйеуі жоқ шығар. Сол күйеуі жоқ кісілер қандай күйеу болса да, Құдай, баяғыда кетіп қалған, сен сияқты ашуланып, маған қарамайсың, маған бітпейсің деп ашуланып, жынданып кетіп қалған. Сол кетіп қалған адамдардың қатты басы ауырып, қап қазір өкініп отыр. Бекер кеткен екем, өбәннің әкім боларын білмей қалдым дегендер көп осы жерде. Сондықтан соған тоба қылыңыз, Алла барын бағала деп көзін аш дегендер бар. Енді болмай көзін шығарып баратса, кішкене бөлек тұрып көр. Әйелді өлтіріп жатса да әлі соттамай жатыр ғой аға дейді. Соттайды, қорқпаңыз. Біреудің өмірін қадағалағанша
сол бишімбаевты айта алмайсыздар ғой, түсініп тұрмын. Өз отбасыңызды қадағалаңыз, балаңызды қадағалаңыз. Сол қызды, әйелді өлтірген еркекті қадағалап, соның өмірін қызығып, соның кеше сотына қарап отырса, 20 мың адам кіріп отырғаны, соның өмірі сізге не керек? Өзің балаң ләйліп жүрсе, өзің семьяң быт-шыты шығып жатса, қайтесің ол біреудің өмірін? Құдай менің басыма сондай келмесін десеңіз жақсы емес пе? Біреудің өмірі біреуге бақыт болмайды. Біреудің жолы біреуге ешқашан болмайды. Тек қана бірақ адамның жолы сізге үлгі болады. Ол пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламның өмірі, һәм жүріп өткен жолы, бізге айтқан насихаты сол ғана біздің жолымыз болады. Сол жолды ұстанған бабалардың жолы сізге жол болады. Сондықтан ардақтыларым, сол біреудің өмірін аңдығанды қойыңыздар. Баланың есімін кім деп қойсам болады дейді. Балаңа ат қою сенің праваң. Сіздің праваңыз, сол праваңызды дұрыстап қолданыңыз. Кімге еліктетесіз, әңгіме сода. Пайғамбардың, аталарыңыздың, бабаларының жолына еліктетіп қойыңыз. Білетін сүрелерімізді дәретсіз айтып жүрсек бола ма? Дәрет міндет па дейді. Жоқ, айтсаңыз болады, бірақ дәретпен айтсаңыз сауабы көбірек болады. Орысша айтқанда полный комплект болады. Хайыз қарыз болып есептеліне ме дейді? Иә. Егер 5 күн қарыз плюс 6 күн шауал тең 11 күн ұстаймыз ба дейді. Жоқ, 6 күн ұстасаң сол бола береді. Сол 6 күн ұста, 6 күннің Құдай қаласа 5-еу қарыз өткөреді автоматом. Қарыз деп ниет қылсаң, біреуін қарыз деп ниет қылсаң да, сол қарызға өтеді 6 күн ұстаған кезде, біреуін нәпілдің сауабын былай қалып оқи бересің Құдай қаласа. Ұлымның естім әл-мүстақим. Алтын қазағым-ай әйтеуір. Ардақтыларым-ай, қазағым-ай, еліктеп өткен қазағым-ай, жүрегінің ақтығын-ай сенің. Әйтеуір, алдыма жан салмайым деген қазағым-ай әйтеуір. Әй жаным сол. Әйтеуір, жобалап ұра бересіңдер әйтеуір. Тисе бұталға, тимесе бұтаққа деп, ардақтылар-ай. Сол пейіліңе Құдай берген шығар. Адам асылып қайтыс болса, бірақ ол намаз оқиды жағдайды түсінбедім. Жаназасы оқылады оның. Транскрипциямен жатып алып, артынша арабша оригиналмен сөз оқса боламай қысылады. Намаз бастағанда шайтан жолдан азғырамы, ол қалай? Жәніңді шығарып тұрып азғырады. Нешеден бәрінен бері жазып отыр ғой. Ананы ұстасам, ұстаймын, ұстасам, бастасам тастап кетсем не болады, қорқып жүрмін, байыз деп қорқады. Тамақ ішкенде байыз болмайды, әжетханаға барғанда байыз болмайды, базарға барғанда болмайды. Базарды саған ешкім үйреткен жоқ, үйрендің. Қолыңдағы телефон, айфонды ешкім білмейтін едің, жет атаң білмейтін еді, керек болды үйрендің, телефонды үйрендің, телевизордың пультін үйрендің, кондиционер үйрендің, әйтеуір және неге үйрендің? Сол сияқты қажет екен үйренеді екен адам өзі, ешкім үйретпесе де. Хайыздан соң қосыла алған дұрыс. Дұрыс емес, парыз хайыздан кейін қосыла алу, иә. Түнде оқылатын 2 ракағат намазға қалай ниет етеміз? Соңғы Алла ризалығы үшін деп ниет қыласыз. Ауыз ашар беру обязательно ма дейді. Сүннет болады, жақсы болады. Ауыз ашар дегенде бізде анау классный дастархан жаю емес. Ауыз ашар деген бір шамаңызға қарай жасау, иә. Намазды жинап оқып алама жұмыстан кейін дейді. Тамақты жинап, шекті аптасына бір желательно сол бір сенбі жексенбі күні бола ма? Болмайды. Сол сияқты дүние жаным. Аң құстың суретін салу. Сіз культураның, сіз мәдениеттен тарайтын үлесіңіз болса, аң құстың суретін салу сізге басқаша үкім болады. Бізде елдің бәрін чошытып, өнерден қашырып, сурет салсаң тозаққа кеттің, ананы салсаң тозаққа кеттің де бәрін чошытып, елдің барлығы как будто бір тек өмір бойы шариғатпен толып, шариғатпен жүріп кеткендей болып, бәрі арамда арам деп, жаңағы намаз оқығандарды ғана жақын қылып, намаз оқымаған қазақты бөліп жарып, осыны қойыңыздар. Түсінікті ма? Өнер болып бағаланады. Дін ол мәңгі біздің құндылығымыз. Одан кейін
жаңағы халықты бөліп жарып искусствоны дұрыс түсінбей жүргендер бар. Сондықтан кішкене біз Афганистан емес, біз Сауд Арабияның өзін істеп жүргенін білеміз. Сондықтан кішкене елді қашырып үркіте бермеңіздер. Елге мысалы күнәлар неге болады? Олай деп түсіндірейін. Мысалы, так, қалай деп айтсам екен? Темекі арам деп айтайық мысалы. Темекі менен адам өлтірудің екеуінің күнәсі қатар бола ма? Бір адам ораза ұстамады. Бірақ ораза ұстамады, бірақ ол адам тоқтамай арақ ішеді. Қайсысы ауырырақ? Мәселе осыда. Сондықтан деңгейіне қарай болады. Туған апай мүмкін десақа беруге бола ма? Болады. Түсінде су көрсін, өмір болады, бақыт болады, жақсы болады. Намазы көзіп жұмып оқса бола ма? Мәкрух болады біздің мазхабта. Яғни жұмбаған дұрыс. Енді көзіңе мына жайнамаздағы суреттер бүйтіп палана, жайнамаздағы бүйткен суреттер, пауықтың суреті болып, адам бір бәлеш бүйтіп қарасаң, көзіңе бір нәрсе елестеп, адамдарды көріп дәйіліп кетіп бара жатсаң, не оқып не қойғанда. Бұна концентрация ұстау үшін өзің жұмсаң болады. Бірақ отырып алып, лотостың формасында отырып алып, қолды бүйтіп алып отыру, мантра жасау арам болады дінімізде. Нұрлан аға, үй сатуға қойсам, оқытуға бола ма дейді. Жаным, сондай дұғалар болса, оқытып жіберетін елдің бәрі сатпай оқытып, OLX-қа салып отыра беретін еді ғой бәрі, жаным. Әлбетте дұға қылып, Алла Тағала осы сатылған нәрсе маған берекесін бер деген бар. Бірақ сенің үйің мысалы сатылатын нәрсең, үйің деп айтайыншы. Үйің мысалы 5 миллион тұрса, сен оны оқытып 25 миллионға сатып жіберсең, 15 миллионды жаңа оқытқанға бөліп берсең, арам бұл біреуді алдап түсіру, жақсы ма не? Мамыр айында той жасамайды деген арам бар екен, бұған дейсіз. Ол бізде, ол орыстарда май іште бойытты, бізде жоғандай. Бізде оразада үйленген кішкене жақсы емес, өйткені арақ-параққа жалғасып кетеді, той томалаққа сол үшін басқа уақытта үйлене берді жаңағы. Үйленген жақсы болады. Бір күн оразадан себепсіз аузымды ашып қойсам, неше күн ұстаймын? Себепсіз ашсаң 61 күн ұстайсың айттан кейін. Аузымды бекіттім, күндіз анау күндер келді, аузымды кешке ашайын ба дейді. Жоқ, аузың сол күні жоқ, ашық болды деген сөз аузыңа тыға бер деген сөз емес. Кешке дейін кете береді, ораза болып, сол күндердің аузы ашық болады, сырлы күндеріңізді, содан кейін айттан кейін сол бұзылған күндердің бәрін орнына қайтып ұстап қоясыз. Сонымен 60 күннің де мәселесі, 6 күннің де мәселесі соған барып саяды. Ораза ұстап жүріп дейді, ауырып қалдым, көрмен дейді. Жазылған соң қайтадан ораза жалғастыру керек па? Иә, Алла шипа берсін, қалған бұзылған күндеріңіз мойныңызда қарыз болып тұрады. Інім кредит үй алды, кредит көп, закатты сол ініме берсе бола ма дейді. Болады. Адамды түсінде көріп құшақтасаң не болады ағатай? Егер өлген адамды құшақтасаң өмірлік берекесін көрсетеді. Сені құшақтасаң басқаша жорылады, ол өзге сені құшақтаса басқаша жорылады. Ауыз ашатын дұғаны оқымай, ауыз ашып қабылдама дейді. Қабыл. Дұғамен оқылмайды, бекілмейді ауыз, иә? Оразаны байқауызда білмей ашып қойсам, 6 күн ораза ұстайын ба дейді. Жоқ, күнде ұстайсыз онда. Аға, парызын оқығанымыздан бар еді, сол сүннеттің қарызын қалай өтесем болады? Сүннетті қаза етілмейді жаным, бұл кеткен нәрсе кетті болды. Мен ораза басталғаннан қорқақ болып едім дейді. Сол нәрседен қорқа беремін дейді. Кішкене қорқсаң бітіп қалды өзі, бір 6 күн қалды, 7-8 күн қалды, құдай қалды. Кішкене қорқсаң, шыдай тұрсаң, өзі қорқып кетесіз. Содан ары қорқпайтын боласың. Зекетті қайда берсек болады? Зекетті бауырға берсеңіз болады, жағдай туысыңызға берсеңіз болады. Бізде Алматы қаласында үлкен, Қазақстанда біреу-ақ, Орта Азияда біреу-ақ университет бар, Ислам университеті, Мубарак деген. Соның харекет қойған банктың жаңағы несі бар ғой, приложениесі. Банк приложениесінен бассаңыздар сол шығады. Одан кейін харекет қор бар, оған берсеңіз болады. Тағы деп айтайын, мешіттер бар, бәрі списокпен тұр. Маған бер. Соның біреуіне бөліп берсеңіз болады, едіңіз сау болсын. Ұстаз, екінші үйлендім дейді. Бірақ екінші әйелім сенбейді маған. Біріншісі әйеліңмен кездесіп жүрсің дейді. Бірақ мен кездесіп жүрген жоқпын. Не істесем болады дейді. Солай өмір сүре бересің. Солай айтыла береді, ол өмір болғаннан кейін әйелдер қызғанатын. Содан сондай болады, соған дайыр бол. Күліп қойып өмір сүресің. Сол осы нәрсеңді бірінші әйеліңе істегенде, сол әйеліңе тіл басып кетер едің. Енді қазір мына қосылған әйеліңе сен жақсылап өмір сүр. Намаз бастаса, таң намазын ғана оқысам бола ма? Бастай бер, қайсынан бастасаң жақсы болады. Ауырған адамға бердім, Гүлмира Абылқай жазған екен. Болады жаным, болады, қабыл болсын. Кім жасады ауырған адамға, қиналған адамға? Қазір мынау
Біздің 10 облысыңызды су басып жатыр, сол қорларға берсеңіз болады. Алла жеңілдік берсін сол ауырларыңызға. Сіздікі көп кірсе көл, соның ішінде бір жәрдем болады. Баласы ауруға апарып қайым дегендерге бөліп беріңіздер. Жақсы болады, қабыл болсын. Бірақ пітір садақа бөлуге болмайды. Қалай? Бір адамның пітірін бөлуге, мысалы 640 теңгенің 120 теңгесі мынаған, 120 теңгесі мынаған, 120 теңгесі мынаған, 110 теңгесі мынаған деп бөлуге болмайды. Пітір садақа 640 теңге бөлмейді. Зекет бөлінеді. А егер семьядағы 10 адам болса, 6400 теңге. 6400 теңгені бөлуге болады. Мысалы айтайық, 3000-ды былай, 3000-ды былай, 3000-ды былай бөле аласыз. Бірақ 640 теңге бір адамның пітірін бөліп беруге болмайды. Мысалы 320, 320 бөле алмайсыз. Екеуі цельный болу керек. Қосымша сүре бір ғана сүрені оқи беруге бола ма? Ықылас сүресін 3 рет қайталау керек па? Неде? Намазда ма? Намазда қосымша сүре болады. Намазда қосымша сүре деген сөз намазда болады. Бізде зам сура деп айтылады. Зам сура тек қана бір сүрені оқи берсең, біліп тұрып, егер жаттаған күйде болып оқымасы бір сүрені қайта оқысаң, намазда макрух саналады, әдепсіз саналады, бірақ намаз қабыл болады. Мысалы, сіз оқиын деп тұрдың Фатихадан кейін бірінші рекатқа фалақты оқыдың, екінші рекатқа нас оқиын деп тұрғанда, Фатиханы оқып болып, екінші рет аузыңызға фалақтың орнына нас оқып кетсе, скоросты артқа қойып қайтадан неге секіре алмайсыз насқа. Сол аузыңа не түссе, сол кете береді болды. Пітір садақаны 20 адамға берсе не болады? 640 теңгеден 20 адамға берсең сауап болады. Бай адамдар байлық дәрежесімен берсін. Пітір садақаны 20 теңге, 640 теңге жағдай жоқ адамға. Мұғалімге, жаңағы өз бар, бір айлықта жамап жүрген адамға. Сен бай болсаң, крутой болсаң, тоқалы болсаң, біреудің тағы да, өзіңнің іші тоқалдарың болса, бір емес бәленбай тақал бір-біріне айтпай жүрген. Бай қымбат машинаң болса, в общем, крутой болсаң, по крутости беру керек та. Сенің ана жүргеніңде, Әзірбайжанның бір сөзі бар. Яумаса да орылда дейді. Жаумасаң да ана ұқсап бақ дейді. Қазақша айтқанда болмаса да ұқсап бақ дейді. Сондықтан байсың ба, бай сияқты жүр. Байсың ба, бай сияқты жас садақаны. Сонда Құдайдың да саған берер көп болады. Садақаға келген кезде бүйтіп, берейін ба, бермейін ба деп. Тоқалға келген кезде ақша алмайсың ғой. Бюджеттің ақшасын жеп қойып жатсың тоқал үшін. Өзі ақша жегендер өзі тоқал үшін жейді. Бұл ел үшін, отан үшін жеп жесемейді ғой, Робин Гуд болса. Робин Гуд емес, сол бір нәрсенің аузын жабу үшін. Сондықтан да арықтылар соны ел үшін бай сияқты жүрдің ба, крутой, сол бай сияқты саған шаш. Сонда көрді, вах, төсіне лайық деген ғой. Үстіңізге қымбат киінесің ба, қымбат киімнің деңгейінде бер. Костюмың каналли ма, каналли үйдегі фенің дайсын ба, дайсын сияқты бер садақаны. 500 мыңнан басталады. Дайсын неге келген кезде, понтқа келген кезде мықты боласың да, дінге келген кезде зекетке өмірде бір рет, мүмкін өмірде бір рет келесі жылы бере аласың ба, бере алмайсың ба, тағдырың жете ме, жетпей ме, ажалың кеп қала ма, әйтеуір не керек? Сондай бұл оған жақсы емес дейді. 10 реттен көп жаздым. Тахаджуд намазды қалай оқылады? Кәдімгідей, таң намазды 2 парыз сияқты оқисың жаным. Бұл деген бар, білгіш. Соған жаздым, тахаджуд намазды сен навороченный, развороченный вариантын көрсетіп береді. Таң намазы 2 бас сияқты, тек қана ниетті Алла риза үшін тахаджуд намаз дейсің да, сөйтіп оқып кете берсің, 2-2-ден 8-ге дейін оқисың. Соны жатып ұйықтайсың, түнгі сағат 3-те оқи бер. Алла тағала молынан ризық берсең, оразаңыз қабыл болсын. Әмин. Фатиханы 134 рет оқысаң не болады? 134 рет оқыған боласың. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Шаввал оразаны 2-ші айт күннен бастасам бола ма? Болады. Астанада тұрамыз. Оразаңыз қабыл болсын. Әмин. Түсінде алтын ұрлап алыппын, жорып беріңізші, өтініш барлан бағанан бері жазып жатырман. Негізі түсті көпшіліктің алдында жүрген жақсы емес. Өткенде бір өткен жорып едім, өзі ренжіп қалды. Қоймай жазды. Содан кейін енді айтпауға көріп тұрмын түсінің жорымында не екенін көріп тұрмын, айтқандай ауырлау жорылады, енді ол тұсы. Ауырлау жорып бердім, как есть. Сөйтіп едім, рас сонда еді деді. Енді сіздің алтынды ұрлағаныңыз біреудің ақысына кіріп сөзін бұзғандығыңыз, біреудің уәдесін орындамағаныңыз болады. Бір уәденге тұрмағаныңыз. Бейнелі намаз қаншалықты дұрыс рұқсат етілген? Бейнелі намаздың 2-3 түрі бар, соған байланысты. 2 адам жамағат бола ма? Әлбетте болады. Әке шешеден қалған сиқыр дұға балаға өте ме? Өтуі ықтимал. 14 күн аузым ашық болды, система укол алдым, енді әрі қарай оразамды жалғастырсам бола ма? Болады. Айттан кейін ұстамаған күніңізді 14 күніңізден жоғары қанша қалды, соны ұстайсыз. Намаз оқудың қадір түні бастасам бола ма? Қадір түні жетем жасаңызшы. Өте өкініш болады. Бастаса шым қадір түні? Бүгін ұстасаң қадір түні бүгін негізі. Ертеңде болуы мүмкін. Бүгін баста, ертеңге қалдырма жаным. 2030-да оқимын дегендер қалды көбі. 2030-ға жетемей қалды. Сондықтан бүгін баста жаным, ертеңге керек жоқ.
Құранда ағуду биллахи минаш шайтанир ражим деп бастау міндетті. Құранда аят бар. Қуылған шайтаннан Аллаға сыйын деген аят бар. Соған мойынсыну уәжіп деп айтады. Сүйген жанды қиянат болады. Осыған көп сыналып жүрмін дейді. Сен сүйгенде не пайда, сен сүймесе? Сен сүйген мен сүймеймін, ол сияқты маймақты дегенде не пайда енді ол? Сен сүйдің, бірақ сен сүймесе, сүю деген екі жақты болады. Лучше сені сүйсін біреу. Сондай сен сүйгеннің орнына келер. Бірақ сен сүймей қалсаң тоже проблемаға. Сол үшін сүюде болмаса, ортақ түсіністік қалай? Мен сүйгенімді күтемін деп көп отырып қалды, бәле болды. Сүйгенін күтіп, атпен күткендердің көбі байсыз қалды. Әйелсіз қалды көбі. Соқтан күтіп отырма жаным, сен де байсыз қаласың. Қой, күтіп отырма, сыналып жүрмін, жота болмай жатыр деп, ол арманды қой андай. Мынандай болу керек, сантиметр мынандай, қыпшасы мынандай, неғым мынандай, диплом болу керек, машинасы болу керек, диплом болу керек. Ондай өліп қалған, последний өлді сонда, жоқ қазір ондай. Сол барымен базар үйлене бер жаным. Совсем пенсионерге үйленіп алма, өзіңнен үлкен. Айтор не керек, пенсионерге тиіспеңіздер деп өткенде бір айтқам, пенсионерге тиіспеңіздер, жүрегін ауыртпаңыздар. Өз тыныштықпен өмір сүріңіз. Есерін шығарып, бачытын шығарып, ол керек емес. Қарыз болған оразамды оразадан кейін сағат нешеде ашып, нешеде жабамын дейді, оны рет жазып ұрсып жатыр. Сол кезде намаздың кестесіне кіресің, интернетте муфтият кезет деген болады. Сол муфтият кезет, сол ораза бекітетін күні таң намазын қарайсың. Таң намазына дейін тамақ ішіп аласың. Сол күні ауыз бекіткен күні ақшам намазының өзіңнің қалаңда кестесі бар. Сол кештеге қарайсың, болмаса сәжде кезет деген бар. Соны скачать етіп аласың телефонға, кешкі ақшам намазда ауыз ашып жібересің жаным. Әнім ойын ойнап жүргенін біліп қойған. Кім білген? Енесі алып кетті, енді кешірім бермей жатыр, сотқа берді, баласы бар іс болады деп түсінемін. Кішкене сауатты жазсаңыз сұрақты. Мен жақсы оқимын, соны түсінемін. Қайтыс болған кісінің суретін статусқа қою профиліне қаншалықты дұрыс? Сағынғанын қойып атса, ештеңе етпейді. Сағынғаннан қойып атса. Ал енді суретті қою арқылы бір соны бір сыйыну ма, яки болмаса бір көмек мені сұрау ретінде қойса дұрыс емес. Бір минутқа кешірім жаптым, қабыл боламын, иншалла. Олым 7 жаста Құран үйретіп қойдым дейді. Шерпе пісіргенде оқи берсе бола ма? 13-ке толу керек па дейді. Жоға, 13-те қатын алады қазақта сонда. 13-те әйел бересің оған. Қазір оқи берсін. Оқи берсін. Жаным, қандай бақыттысыз білесіз ба? Өз ана балаларыңызға Құран оқытқан ана бақытты болады. Дүниедегі миссияң, енді сол Құранмен өмір сүргізіңіз. 13-ке маған да алып келеді, кеше алдың 15-16-тағы балам ит кепті маса. Мынаны түзеп беріңіз дейді баласын. Баласы бүйтіп тұр, тыңдамай мен өзім білем деп. Мен айтым 15 жыл бұрын қайда болдым? Баладан сұрадым, қанша дедім мына балаң дедім. 15-те дейді. 15 жыл бұрын алып келгенде мен сізге айтатынмын не істеу керек екенін. Қазір енді болары болып, мойны қатып қалған, өгіздей болып қатып қалған, оны қалай түзетесің? Оны мен де түзете алмаймын, полиция да түзете алмайды, өкімет те түзете алмайды, Назарбаев та түзете алмайды оны. Болды. Мен өзім білемін деп тұрған қазір. Ол тұрмақ 15-тегі бала тұрмақ, ана орамал таққандарың мен өзім білем дегендер, сол өзі біледі айна. Өзің білген жіберді бізде 91-ші жылда. Сол тәуелсіздік келді де бәріміз өзім білге кеттік қой. Содан бері өзіміз біліп қарық болып жатырмыз. Сондықтан енді өзім білем дедім, өзім білгенге жібер оны. Оған сен жақсы деп сөйлейсің. Баяғыда тәрбиелеуіңіз келеді. Енді қолдан шығып кеткеннен кейін, уысыңнан кеткеннен кейін, енді тек қана мейірімдік болады. 11 жасар балам ораза ұстады. Ангинамен ауырып, аузы бекітпе дедім. Менікі күнәға жатады ма дейді. 20 рет жаздым, 21-шісінде оқыдым. Жақсы болды. Сіздікі енді жағдайға қарай мейірімділік, рахымдық, басқа жағынан күнә жібермесеңіз болды. Өткен нәрсеге тәубе етіңіз. Бүйрегіңіз жазып кетсін дейді. Рахмет алтыным, рахмет қандасым, Алла разы болсын. Сәресіге бір күн тұра алмай қалдым. Сол күні аштым. Мұрным бітіле беретін дәрі қолданайын деп аштым. Қанша күн қарыз боламын дейді. Енді сіздің себебіңіз қатты қиналғаныңыз үшін күніне күн ұстайсыз. Себебіңіз бар екен. Мына 61 күн қарыз болады, кім? Себепсіз ораза ашса. Сізде себеп бар. Ауырып атсаң, танауың бітелі, қиналып атсам деп, жаны қинамай, тамағың кеуіп кетсе, өле берем деген пай жоқ. Сен өліп қалғаннан капут болады. Өлгеннен жақсы емес, өмір сүргеннен пайда бар. Мен ораза ұстап өлем десең, онда ақымақ боласыз. Ораза ұстап өмір сүру керексіз. Ауырып атсаң, жоқ, өле берем. Керек жоқ өлгеннен. Наоборот, өмір сүргеннен керек. Сондықтан денсаулығыңызды күтіңіздер. Қатты қиналып тұрсаң, оразаны ашасыздар. Владимир, я вас обожаю, я тоже обожаю вас. У нас взаимное обожание. Обожание было, обоняние иске болады. Жақсы, Алла разы болсын.
Ұлым, дем салып беріңізші, сізге дем салуға баруға бола ма? Қай уақытта барсаңыз, келеміз мешітемін. Дежавю туралы не айтасыз? Дежавюді енді Алланың бір сыры деп қоямыз, о жағына кірмей-ақ қойыңыз. Совпадение, бұрын болған сияқты Алланың сыры. Бірақ анау баяғыда рухым келген деген сияқты нәрселер, рух әлми сияқты жаратылғанымыз хақиқат, бірақ оны кіріп алып, оны талдайтын дүниеміз. Ол бір жасырын нәрсе, Аллаға табыстап қойыңыздар. Шәуәл мен қаза, ораза екеуі бөлек ғибадат болған соң бөлек өтелмей ма? Екеуін бірге ұстаса қаза өтелген болып саналады ма дейді. Соны айтып жатырмын ғой. Соны айтып жатырмын. Қаза деп ұстасаң, екеуі бірге кіреді. Бітті ауыз сөз. Оны бағана бері айтып жатырмыз оны. Яғни сіз қазаға ниет қыласыз, үлкеніне, кішісі автоматтан соның ішіне кіріп кетеді. Егер сіз қаза деп есептемей, Шәуәл деп ниет қылсаңыз, қаза мойныңызға түспейді. Егер қаза деп істесеңіз, онда Шәуәл соның ішіне кіріп кетеді өзі. Үш жаста калиманы бір рет айтқан жаттап алды. Қанша қуаныштымын, шүкір, тамаша. Намазда кейбір сөздерді ұмытып қаламын, жаңадан бастап жүрмін дейді. Қағазға жазып оқыңыз жаным. Енді сөз жоқсыз дейді, Алла разы болсын. Шәуәл ай қашан бастады, ораза қашан бастады? Айттың екінші күннен ұра бересің. Валнаға түсіп алда әкете бер. Пәтер садаққа қанша болатыр қазір? 640 теңге. Аға, осы оразаны жоғары қойған кез, қарыз оразаны жоғары қойған кезде Шәуәл болып есептеледі дедіңіз. Сол қарызды через день или через 2 дня в неделю ұстауға болады ма? Болады. Мысалы, сіз 6 күн ұстайын деп тұрсың. 6 күнді ортасын прерывать етуге бола ма? Жоқ. Подряд 6 күн ұстау керек па? Жоқ. Мысалы, сіз әйел кісілердің таза емес күндер келіп қалды, ораза ұстаған. Ол 5 күн болды. 5 күн айттың, екінші күннен бастадыңыз, 1 күн ұстадыңыз да, потом ертеңінде бір жұмысын қылып ұстамай қойды. Сөйтіп ортаға 1 күн ұстамай, аралай тағы 1 күн ұстап, одан тағы 1 күн прерывать етіп түсінікті. Араны үзіп ұстауға бола ма? Болады, қабыл болсын ниетің жаным. Так как оның уақыты и так өтіп кеткен. Уақыт өтіп кеткен нәрсеге уақыт шарт болмай қалады. Зекет 1 айлықтан есептеле ме, или 1 жылдан ба? 1 жыл уақыт өту керек зекетке. Байлыққа 1 жыл уақыт өту керек. Бірақ уақыт өтпесе де, мен бергім кеп тұр десең, қабыл болсын. Молодец, красавчик дейміз. Саған дейміз. Битеміз даже. Битеміз, соны битеміз саған. Сол кезде мынандай болады. Ура, қабыл болсын дейді. Салам аспан, намазды оқимын десе оқу керек. Түсінбедім. Ұстаз, мен ең алғашқы намазды оқыдым. С премьерой, құттықтаймын. Енді соған оқу қызық мәселе емес, соны ұстап қалу маңызды. Мен бұрын хайызды қарыз деп есептемеген едім. Мамам айтқан, қалай ойлайсыз дейді. Қарыз болады жаным. Менің иманым әлсіреп жүр, не істеу керек? Нұрбек, соны күшейту керек, зарядқа қою керек. Менің телефонымда отырып жатыр, пауэрбанкпен зарядқа қойып қойып едім, жәңгірді де қалды. Сол сияқты иманның да осындай зарядкалар болады, соны тығып тұру керек постоянно. Ол үшін зарядкалар не? Ол уағыз тыңдау керек, жақсы адамдармен араласу керек, жаман адамдардан құтылу керек, кітаптар оқу керек, көбірек зікір айту керек, салауат айту керек, мешітке бару керек, солардың бәрін жасай беру керек. Зекет пен Құдай берген айырмашылығы қарандай, жер мен көктей. Зекет обязательно, Құдай обязательно емес. Ықылас сүресін күніне 100 рет оқу дұрыс па? Ондай план жоқ. 100 рет оқы, соңын 121 рет оқы, соңын 112 рет жоқ ондай. Сколько сможешь, сколько оқысын. Аузыңнан жақсы сөз шыққан сайын сауап болады. Қожа Ахмет Ясауи бабамыздың диваны хикмет айтар. Зікірлердің абзалы ла иляха иллалла дейді. Айта бер, жаман сөз айтқанша, ұятсыз сөз айтқанша, біреуді жамандағанша, өсек айтқанша, бізде өсім бәрін айтып алып, жер қабар айтпасын, жер қабар айтпайтын да қойып. Үші айтқанда қалай айтады? Жаңғап тұрып айтады. Сондықтан жақсы сөз жарым ырыс дейді. Сол жарым ырысыңыз, жаңа сіз айтқан 100 қыласыңыз, миллион қыласыңыз, қанша айталасыз, сонша сауап болады сізге жан. Бізде намаз уақыты, бізде де кірді Астанадан, сол кішкене уақыты жақындасын деп, біраз кірсін деп сөйтіп отырмын.
Ақыреттік дос деген қандай болады, айтыңызшы. Ақыреттік дос деген сөзді көп адамдар ойыншық ретінде біледі. Ақыреттік дос сенімен бірге ақыреттік намаз оқиды. Ақыреттік дос сенімен ақыреттік адал тамақ жейді. Ақыреттік дос сенімен бірге ақыреттің қамын айтады. Бұл дүнияның қамын айтпайды. Досым, екеуміз ақыреттік доспыз. Өлсек бірге өлейік, екеуміз бірге тонайық, екеуміз бірге ұрлық қылайық, екеуміз бірге қатынға барайық. Ол достық емес ол. Ол екеуі тозақлық деген сөз. Екеуі бірге тозаққа барайық деген сөз. Алланың дінін, ақиқатын саған жаныңды шығарып тұрып айтқан адам, мынау харам, мынаны істеме, тұр намазыңды оқы деп айтқан сенің ақыреттік досың болады. Енді өзім біл, енді ол дос емес, оның жауың, номер бірінші жау сол. Су ішіп қойсаң, байқамай, уақыт кіргенде, что скажете дейді. Ау дейді. Су ішкенде байқамай, как это понять? Если вы забыли, что вы, слушай, меня вошли в роль, так радостно стал, взяли вот эту воду, шарах выпили и вспомнили ораза. Ничего. По забывчивости грех не считается, ораза не прерывается. Важно прекратить, когда вы вспомнили. А если вы, зная, что вы ораза, это во время утреннего, допустим, сейчас уже ораза сделали намерение, ораза уже время утреннего пришло, то есть начало светать, уже ораза считается закрытым, да? Теперь вы мыли зубы, и когда полощите рот, глотнули, ораза считается прерванным. После айта будете восполнять 1 день. То есть по своей неосторожности, если человек глотнул, соответственно, этот пост прерывается. При этом не надо радоваться тому, что вы прервали и дальше кушать. Все, если у вас ораза прервалась, после айта будете возмещать день в день. Қысқаша айтыңызшы дейді. Жоқ, қысқаша айтпаймын. Кімге қалай айту керек, мен білем. Мен өзім білем. Жақсы бол кезде. Мен өзім білем. Түсінің ма? Не заказ берем, кімге қалай айтам? Мен өзім білем. Солай. Қазір өзің білетін заман. 90 жылда бізді өзім біле жіберді, өзім білім жүрміз. Мұрның қанаса ғұсыл алу керек па дейді. Жоқ. Өзің қанатсаң да, жұқып қанатсаң да, дірейін өтіріп қанатсаң да, қалай қанса олай қанасың. Құрбым гемодиализге барады. Соған пітір садақаны қалай берем, айтып бересіз ба? Енді ол кісіге гемодиализдегі ауру адамға бүйтіп бергеніңіз сәл жақсы емес шығар. Ол ренжіп қалатын шығар, мен мұқтаж адаммын деп ренжіп қалатын шығар. Соның көңілін тапқаныңыз жақсырақ болады. Енді бір мәселе, біздің айтатын негізгі тақырыбымыз бар. Сол тақырыпты бүгін сіздерге көтеріп бергім келіп отыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям таң намазында сахабалардан сұрайтын еді. Бүгін аурудың көңілін сұрағандарыңыз бар ма деп. Сондықтан осы аурудың көңілін сұрау ұлағаты туралы сіздерге сөз айтқым келеді. Туыстардан, жақындардан, көрші қолаңнан араласып барып келіп жүрген адамдарыңыздың ауруы болса, үйінде жатып қалған болса, көңілін сұрау үлкен сауапты іс болады. Әсіресе төсек тартып жатқандарға соның бару келу әдебі туралы сөз айтатын боламыз. Ең бірінші сіздерді 3-4 адамның аяғының жүрісіне періштелер қадамына қанатын төсейді. Қадамына қанатын төсейді. Ол аурудың көңілін сұрағандар. Біліңіздер, ауруға біз бата қыламыз. Бірақ ауруға бата қылғаннан бұрын аурудың батасын алған үлкен мәнді нәрсе болады. Ауру адам қайыр қиналған сайын, төсек тартып жатқан сайын Құдайға жақындаған адам, Құдайым мені кешір деп Аллаға жақындаған адам. Сондықтан соған бару келудің әдет ғұрпын бүгін айтып бастаймыз. Құдай қаласа, ертең иншалла Құдайым амандық беріп күш-қуат берсе жалғастырамыз. Алдымызда Қадір түні келе жатыр. Қадір түні таңғы сіздермен эфир болады бұйырса. Енді көбінесе теледидардан шығатын боламыз, жібек жолы арнасынан, соған қарайтын боласыздар. Тікелей мешіттен қосылу жасайтын боламыз бұйырса. Ниеттеріңіз қабыл болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Батыста, басқа өңірлерде солтүстікте су басып қиналып жатқан ағайынымызға Алла сабыр берсін, күш қуат берсін. Қолдарыңызда орындарына жаңа киімдеріңізден болса